Біздер призм екінші биржаға шықтық. Биржаға шыққанда да біздер биржаның ішінде қайнап жатырмыз бірге. Қазанның ішіндеміз біздер. Оған дейін біздер келісім шартпен, Арменик тұрады. Біздер БТС пен договорға тұрдық, сол жерде біз нелеріміз, призмаларымыз сатып отырдық. Енді бүгінгі таңда біздер Пиалон МЛМ биржасының ішінде, Қазанның ішінде бірге қайнап отырмыз. Екеуміз бір-бірімізге байланыстымыз. Бір-біріміз заинтересован, бір-біріміздің өскенімізге. Біз призмамыз өскенін қалаймыз, олар өзінің ел дүниежүзіне таралғанын қалайды. Сондай жұмыстармен жұмыс істеп жатырмыз. Түсіндіңіздер ғой? Енді қазір сіздердің алдарыңызға өмір талабына сәйкес әртүрлі электронды сандық ақшалар пайда болды. 2000-нан астам түрі бар. Соның ішінде, содан ерекше жақын арада 2018-дің 8 ноябрында бізге 100% ерекшелігімен призм электронды сандық ақшасы келді. Соны бірінші рет қабылдап, бірінші рет сол 2000-нан астам сол призманың екеуінің арасында үлкен айырмашылығын біліп, мені сол призмада қалай мүмкіндігі бар екен маған жол көрсеткен, осы уақытта дейін үлкен тірліктердің басын алып жүрген, асқарттадай арманы бар, бүкіл жер жүзіндегі қазақ халқының тардай шашықпен басын қосқан деген арманы бар. Бірақ әрбір қазақ қосылмысы оның мына жеріне байланысты, ниетіне байланысты. Бірақ сондай үлкен ниетті алып жүрген ол деген үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершілігін әртүрлі бизнестердің басында болып, сол жерде үлкен жетістіктерге жетеді. Бірақ сонда да белгілі бір кілтін таба алмай жүрген кезде осы призма ол кісіге жолықты. Сол арқылы осы призманы бізге жеткізген, көзімізді ашып осындай мүмкіндік бар екенін көрсетіп отырған, өз елінің патриоты, үлгілі семья отбасы, айналасында жүрген әрбір жүрген жерінде ақыл кеңес бере алатын, үлгі бола алатын ол біздің азаматымыз Еркін Әбілханұлына сөз береміз. Жақсылап тыңдаңыздар. Ассалаумалейкум, құрметті ханымдар мен мырзалар, қош келіпсіздер. Міне бүгінгі мынау көктемнің нұрын шашып, жатырап жайнап келе жатқан кезінде басқан қадамдарыңызға нұр бітсін, басқан қадамдарыңызға бақ береке, дәулет бітсін. Енді шын мәнінде сіздермен біздер үлкен 21 ғасырдың кәсібін бастадық. Бұл жерде Герман Греф, Григорий Марченко, Роберт Киясаки сияқты әлемдік деңгейдегі үлкен қаржы жүйелері айтып жатқандай, 21 ғасырда банк жүйелері азаяды, барлық есеп айырысу осы блокчейн негізінде қаланған сандық цифрлық ақшаға ауысады. Сондықтан қазір біз призм криптовалютасын қысқа да нұсқамен түсіндіріп өтейін. Яғни барлықтарыңыз білесіздер, 2009 жыл блокчейн программасы шықты. Сол блокчейн программасының негізінде биткоин деген алғашқы сандық цифрлық криптовалюта ақшасы шықты. Сол қазір таңда сол биткоин ақшасы әлемдегі ең қымбат ақша. Бүгін білмеймін, кеше $3900 болып тұрған бір биткоин. Біз барлығымыз айтып жүрміз, теңгенің құны түсті, құлады теңгеміздің құны, ал доллардың құны түскенін ешкім айтпайды. Мен сіздерге ашық айтамын, доллар баяғыда құлап қалды. Бүгінгі таңда бір биткоин $3900 тұрады. Сондықтан ең қымбат ақша криптовалюта. Ал енді сол криптовалюта нарығында 10 жылдың ішінде 2009-да басталды. Биткоиннан бастап криптовалюта нарығы 3 толқыннан өтті. Бірінші толқыны ол жаңа Proof of Work деген программа, биткоиннің негізін қалаған программа блокчейн негізінде. Екінші программа Proof of Work программасы, екінші программа Proof of Stake программасы 2011 жылы эфириум криптовалютасы шықты. Оны білесіздер, ресейлік жас маман, программист, криптовалютчик Виталик Бутерин жасады. Proof of Stake программасы. Енді үшінші толқын мінекей призм криптовалютасы. Призмнің ерекшелігі неде? Білесіздер, Proof of Work'қа өте көп қыруар ақша салу керек. Жақында жаңалықтардан берді, Теміртауда біздің кәсіпкер жігіттер 38 миллиард теңге салып майнинг центр ашты. 38 миллиард теңге вложить етіп.
Яғни Proof of Work'қа қазір өте көп ақша керек. Оған сізбен біздің жағдайымыз келмейді. Ал Proof of Stake те өте қымбат құнды программа. Ал Prism криптовалютасы тіпті сіздер ақша салмайсыздар. Керісінше сізді осында шақырған адам сізге бір монетаны сыйлайды. Сол моментте сіздің гаджетіңізде, сіздің компьютеріңізде, сіздің сотовый телефоныңызда ақша өніп бастайды. Программа парамайник бойынша жұмыс істейді. Барлықтарыңыз естіп біліп жүрсіздер, парамайник программасы заңдастырылған, патент алынған, оны негізі Prism криптовалютасын құраған жүздеген мемлекеттен біріккен ғалымдар, меценаттар, бизнесмендер, көшбасшылар жүздеген мемлекеттен 2011 жылы осы криптовалютаның қатты дамуына байланысты әлемді жақсылыққа өзгертеміз деп қоғамдық бірлестік құраған. Сол қоғамдық бірлестік жаңағы осы Prism криптовалютасына сұраныс тапсырыс береді, яғни заказ береді. Сол Prism криптовалютасы қазіргі таңда адымдап аршындап дамып келе жатыр. Сіздер мен біздер осы Қазақстанда, Орта Азияда, тіпті бүкіл әлемде алғашқылардың бірі болып бастап жатырмыз. Бұл Prism криптовалютасының ерекшелігі біріншіден көп ақша қажет етпейді. Сіздің сотыңызға жаңағы приложение дейміз ғой, как WhatsApp, Instagram, Facebook сияқты приложение кіргізесіздер. Сол приложениеңізге сізге бір монета түседі. Сол моменттен бастап бір монета өзіңіздің кошелегіңізде, өзіңіздің криптовалютаңыз тұрса, болды. Күнде секунд сайын тиын тебен өне бастайды Prism'ның. Оны өздеріңіз көріп біліп жүрсіздер. Енді Prism негізі барлық жаңағы GitHub, жаңағы открытый исходный код және криптовалюта нарығының ең үлкен сарапшысы CoinMarketCap сол жердің бәрінде тіркелген. Және бұның ерекшелігі Ресейде жаңағы региональный деді ғой, аймақтық бөлімшесінде тіркеліп, Ресейде мемлекет тұрғысында тіркелген. Сондықтан қазіргі таңда Prism барлық әлемде жүздеген мемлекетте заңды дамып келе жатыр. Әлемдік нарықта бірнеше биржада бар. 3 биржада бар. Біріншісі BTC-Alpha деген биржа, екіншісі мен есімде жоқ, оны көргенде жоқпын. Үшінші жақында ғана сіздермен біздер шыққан Fialon биржасы. Fialonның ерекшелігін айтсақ, Fialon биржасы негізі бірінші рет әлемдік тарихта, криптовалютаның тарихында бірінші рет биржа және криптовалюта, блокчейн және MLM жаңағы желілі сауда үш нәрсе бірігіп тұр бір жерде. Мысалға биткойнның өзін алып қарасақ та, биткойн жүздеген биржада бар, бірақ биткойн өз алдына блокчейн, өз алдына криптовалюта, биржалар өз алдына бөлек. Сосын биткойнның маңында жүздеген компаниялар неше түрлі маркетинг жасап дамып жатыр. Сол сияқты барлық криптовалюта, 2000-нан астам криптовалюталардың барлығы да біріншіден олар майнингпен дамып жатыр, жаңағы Proof of Stake или Proof of Workпенен. Екіншіден олардың барлығы да өз алдына, өз бетіне дамып жатыр. Ал бірінші рет мынау Prism'ның несі, программасы, Prism'ның жеңілдігі соншама биржаны, блокчейнді және желілі сауданы біріктіріп тұр. Сондықтан бұл әлемде ең жаңалық, бұл бұрын соңды болмаған жаңалық. Осыдан 10 күн бұрын біз осы Fialonға тіркелдік. Fialonға тіркеліп бастағаннан бастап күнде алып сатып бәрі автоматты түрде жүріп жатыр. Мысалы, дамыған мемлекеттерде, Америка құрама штаттарында, Еуропада, Жапонияда, Кореяда, Оңтүстік Кореяда, бүкіл әлемде мықты дамыған мемлекеттерде биржадан алып сату түк емес ол. Барлық адамдар соған үйреніп алған, жұмыстың арасында ойнайды, биржадан алады, сатады криптовалютаны. Ал сіздер мен біздер мынаны білмейміз, сондықтан мына өте бізге тиімді, өйткені орыс тілінде сайт ашылды, fialon.co деген. Сол сайтта сіздер мен біздер аз-паз мөлшерде $100 алып ойнауға болады. Мысалы, кеше мен бастадым, 6 email тіркедім, 6 өзімнен кейінгі 6 орынға адам тіркедім. Кешкісін бітірдім, бүгін таңертең ақшаларым түсті, таңертең төледім. Менің орным толды, $72 мен бірден алдым. Бір күнде істеуге болады. Сондықтан, қазір ол жағын толық кеңінен менің ең мықты көшбасшым, мен осы Prism бизнесін бастағалы бері оң қанатым, және мен жаңағы дүниежүзілік қазақтарды жұмылдыру деген арман мақсатыма тіреу болып келе жатқан
білікті де мықты маман, өзі қаржыгер, банк жүйесінен пенсияға шыққан, зейнетке шыққан, өте керемет бизнес адамы, адал, пысық, нақты, артық сөз сөйлемейтін, әр адамға жақсылық ойлайтын, жинақы, сондай керемет адам сіздерге бүгін сабақ өткізеді. Мұқият тыңдаңыздар, жазып алыңыздар. Өйткені бұл білім сіздерге күнделікті табыс алуға, күнделікті үлкен жетістіктерге жетуге, күн сайын, апта сайын, ай сайын, тіпті бүкіл сіздің әулетіңізді өзіңізден бастап, бүкіл туған туысыңыз, жора жолдас, көрші қолаң, бүкіл қазақ елін, өзіңізге жақын адамдарыңыздың бәрін байытуға мүмкіндік беретін ақпарат. Сондықтан мен осы ортамызға аса құрметті кәсіпкер Арман Забурқызын шақырамын.